Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз осындай жидекті пирогтың рецептімен бөлісетін боламыз. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны салып, оның үстіне қантты салып, екеуін көпіргенше миксерлейміз. Кейін оның үстіне сұйық майды құйып, тағы да миксерлейміз. Енді ұнға жүгері крахмалын салып және қамыр қопсытқыш салып, сол үшеуін жақсылап араластырамыз. Сол ұнның жартысын жұмыртқалы массамызға салып, соларды жақсылап миксерлейміз. Содан соң сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Кейін араластырып болған соң ұнның барлық бөлшегін салып жібереміз. Міне осындай масса шығады. Алмасына әртүрлі жидектерді салуға болады. Мен малинаны салдым. Енді оның барлығын араластырып, өз формамызға саламыз. Енді оны 170 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін оны формасынан босатып, толықтай суытамыз. Менде осындай әдемі пирог пісіп шықты. Егер де видео ұнаса, лайк басып, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, міндетті түрде істеп көріңіздер.